Саламатсыздар ма, балалар? Ана тілі сабағының 40-шы тобына келдік, иә? Қоңырауша, 40-шы қоңырауша, мәтін. Мәтіннің бөліктері, міне қарап отырыңдаршы балалар, орны ауысып кеткен. Себебі мәтін 3 бөліктен тұрады: кіріспе, негізгі бөлім және қорытынды бөлім. Сол үшін мына жерден бастапқысын табайық. Кіріспе бөлім. Бірде Жанна қолына сия жұқтырып алды. Мен оған қолыңды сула дедім. Сіріңке шырпысының күкіртімен сияны ысқыладым. Содан кейін қолы тап-таза болды. Мұны кімнен көрдің, әке? Деп сұрады Жанна. Ешкімнен көргенім жоқ. Кітаптан оқыдым. Оқыған адамның көзі ашық деген осы. Жанна оқығанның көзі ашық деген мақалды оқыды. Бұл не деген сөз деп сұрады. Оқыған адам көп біледі. Көзінің ашық болатыны содан дедім. Балалар, кіріспе бөлім осы тұс, негізгі бөлім сұрақ қойған тұсы, сосын барып қорытынды бөлім Жанна оқығанның көзі ашық деген мақалды оқыды дейді. Балалар, оқығанның көзі ашық деген мақалдың мағынасы, егерде сендер кітапты көп оқып, көп ізденсеңдер, сұраққа оңай жауап беретін боласыңдар. Енді мәтінге нелер жатады? Мәтінге ертегілер, жұмбақтар. Мен сендерге жұмбақ жасырып жүрмін ғой сабақ барысында. Сол жұмбақтың бәрі мәтінге жатады. Мақалдар, мысалы жаңағы Жаннаның мақалы жатады. Әңгімелер және өлеңдер бәрі мәтінге жатады. Ендеше балалар, көркем жазайық. Өнер, білім бәрі де оқу менен табылған. Көшіреміз. Жарайсыңдар балалар. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Сендерге жаңа сабақтар шығарып отыратын боламын. 3-ші жаттығу: тиісті әріптерді қойып, дөңгелек ішінде жасырынған сөздерді табайық. Ендеше мына жерде балалар 6 бөлік тұр, М, К, Е. Балалар, сұрақты былай қояйын сендерге. Біз қайда барып сабақ оқимыз? Білім ордасына, ол мектепке. Ендеше М, Е, К, Т, Е, П әріптері болады. Балалар, бұнда неше буын бар? Мектеп. Дұрыс айтасыңдар, 2 буын бар. Екінші дәп, Т, Е, сосын Р әріпі. Дәптер. Балалар, естеріңде болса, 39-шы жаттығуда мен сендерге жұмбақ қойдым. Сол жұмбақтың еске түсіріңдер. Енді бізге сабақ беретін кім? Дұрыс айтасыңдар, мұғалім. Мектептің жаны мұғалім деген мақалды айтсақ та болады. Ендеше жұмбақты шешейік. Бұл жұмбақ мәтінге жатады. Мәтіндер тобына жатады. Тағы да балалар еске түсірейікші, мәтінге нелер жатады? Жұмбақ, әңгіме, өлең. Ендеше тыңдайық. Бағалы оның еңбегі, байытады сананы. Ойлап көрсең бергені, асылдан да бағалы. Жаңа біз 3-ші жаттығу барысында өттік. Қайсысы? Мектеп, дәптер, мұғалім. Дұрыс айтасыңдар. Мұғалім, ұстаз яғни. Сау болыңдар балалар. Келесі кездескенше каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар.